Сәлем достар, баршаңызға қайырлы күн. Бүгін осындай адам ағзасына пайдалы холодец, яғни натуральный коллаген жасадым. Күн салқында жиі жасалады. Бізге керегі осындай қол аяқ сүйектері, ата-ложка, жақ сүйектерін қоссаңыздар болады, өзіңіздің қалауыңызға қарай. Сүйектерімізді, еттерімізді жақсылап жуып тазартып аламыз. Сосын кастрөлімізге суымызды құйып, сүйегінен ажырағанша 5-6 сағат немесе 6-7 сағат қайнатамыз. Міне енді 5-6 сағат қайнатамыз. Міне қайнап жатыр холодесіміз жаймен деп. Көбігі алғаны видеоға түспей қалған. Сіздер осылай қарап тұрсаңыздар болады. Сорпасы таза болса, холодестеріңізді өте жақсы шығады. Міне осылай 5-6 сағат қайнады. Енді етімізді, сіңірімізді жақсылап, ұсақтап, турап, қайтадан қайнатамыз. Мен осындай қолмен турадым. Жылда осы әдіспен жасаймын. Сіздер немесе ет тартқыштан өткізіп салсаңыздар болады. Өзіңіздің қалауыңызға қарай. Описанияға рецептісін, көлемін, қанша қосқанымды жазып кетемін. Сол жерден қарап жасасаңыздар болады. Осы рецептімен жасап көріңіздер достар. Еш өкінбейсіздер. Өте дәмді шығады. Міне осылай барлығын турап шықтық. Қазанымызға саламыз. Енді етпен бірге 2 сәбіз қосамын. Өзіңіздің қалауыңызға қарай қосасыз. Менде көп көлемде болғандықтан 2 сәбіз қостым. Бетіне зелен себеміз болғасын. Сосын сарымсақ қосамыз. Сарымсақ менде мына жерде 1 бас үлкен. Сәбізімізді де салдық. Енді 15-20 минут қайнағаннан кейін сарымсағымызды саламыз. Түсірер алды 5 минут қалғанда сарымсағымызды саламыз. Міне сарымсақты да салатын уақыт келді. Енді сарымсақ 5-6 минут қайнағаннан кейін, дәмі шыққаннан кейін осылай батымыздарға құйып, бетіне зелен себемін. Өзіңіздің қалауыңызға қарай сепсеңіз болады, сеппесеңіз де болады. Маған зелен сепкен ұнайды. Бізде осындай 4 батымыз шықты. Сіздерді жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Міне холодесіміз әдемі болып шықты. Міне осындай бөліктерге бөліп, контейнерге салып, немесе салқын жерде тоңазытқышта сақтасаңыздар болады. Іркілдеп әдемі болып шықты холодесіміз. Осылай кесіп дастарханға ұсына бересіздер достар. Каналға тіркеліп, лайк басып, қазақша контентті қолдап кетейік достар. Сіздермен болған Гүлдариға назарларыңызға рахмет.